Балалар, бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағынан жаңа 4-ші тарау тарих тағылымы. Оның ішінде Шерхан Мұртазаның шығармашылығы. Бүгінгі сабақтың мақсаты автор бейнесінің шығармадағы белгілі бір оқиғадағы көрінісін анықтау, екінші әдеби шығарманың жанрлық табиғатын тану. Олай болса, біз қазір Шерхан Мұртазаның өмірі мен шығармашылығы туралы видеоролик тамашалайық. Балалар, видеороликтен Шерхан Мұртазаның өмірі мен шығармашылығынан шолу тыңдады. Яғни Шерхан Мұртаза 28 қыркүйекте 1938 жылы Жамбыл облысы Жуалы ауданы Талапты ауылында дүниеге келген екен. Шерхан Мұртаза жазушы, қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қайраткері және Қазақстанның халық жазушысы екен. Енді балалар, сендерге қазір кітаптан тізбектей оқиық, мәтінді ашып. Жансая баста. Статистика факультетін тамамдаған. 1956-1963 жылдары Лениншіл жас, қазіргі жас алаш, социалистік Қазақстан, қазіргі егемен Қазақстан газеттерінің тілшісі, содан кейінгі уақытта жазушы баспасының Жалын альманахының Жұлдыз журналының бас редакторы, Қазақстан жазушылар одағы. Келесі тапсырма, ұжымдық тапсырма, топтастыру әдісі бойынша біз Шерхан Мұртаза кім деген сұраққа жауап берейік. Намет? Жақсы. Әлдімбек? Шерхан Мұртаза аудармашы. Жақсы. Ғали? Және проза шығуы. Алуа? Шерхан Мұртаза сонымен қатар публицист болды. Тамаша. Қазақ халқының жазушысы болды. Нұржан? Жансая? Ол Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген мәдениет қайраткері. Тамаша. Мінекей, топтастыру әдісі бойынша біз Шерхан Мұртазаның кім екенін толық меңгеріп отырмыз. Олай болса, дәптерлерімізді ашып, келесі тапсырмаға кірісеміз. Тақтаға қарап, білгенім, үйренгенім және үйренгім келеді кестесі бойынша не үйрендіңдер бүгінгі тақырыпта? Нені білетін едіңдер? Бүгін не үйрендім және нені білгілерім келеді? Осы кесте бойынша жұмыс жасаймыз. Жұптық жұмыс бірлесе отырып, жұптасып, осы тапсырманы орындайық. Ал енді тапсырманы орындап болсақ, кәне Айжұлдыз оқимыз. Білемін, Шерхан Мұртаза жазушы және Айнан Айша авторы болған. Үйрендім Шерхан Мұртазаның өмір жолы және еңбек жолын. Білгім келеді Шерхан Мұртазаның балалық шағы жайлы. Өте жақсы, рахмет. Олай болса, балықша оқиғыз келесі. Үйрендім Шерхан Мұртазаның жазушы екен, жерде қызыл жеген автор екен. Үйрендім көптеген шығармаларын, аударған шығармаларын және қалай жазушы болғанын. Үйренгім келеді осы шығармаларын жазуға не итермелегенін, яғни не себеп болғанын білгім келеді. Рахмет, жақсы. Ал Гүлзат оқиғыз. Білемін Шерхан Мұртазаның өмірі жайлы. Үйрендім Шерхан Мұртазаның қандай шығармаларын аударғанын білгім келеді, басқа да ел естімеген туындылар жайлы. Жақсы, рахмет. Балалар, сандар сөйлейді әдісі бойынша әр топқа мынандай тапсырмалар. Бірінші топ, редактор тобы. Шерхан Мұртаза әдебиетке қалай келді? Екінші топ, Шерхан Мұртазаның қандай шығармалары бар? Және үшінші топ, Шерхан Мұртаза қандай шығармаларды тәржімалады? Олай болса, іске сәт.
Ал енді дайын болсақ, тапсырмаға санды сөйлейді әдісі бойынша дайын болсақ, редактор тобы жауап береді. Саятбыздар. Шерхан Мұртаза әдебиетке қалай келді? 1955 жылы Мәскеу мемлекеттік университетінің журналистика факультетін тамамдады. Тамамдады. Жақсы, ары қарай. Және 1963 жылдары Лениншіл жас социалистік Қазақстан газеттерінің бас редакторы болды. тамаша. Бұлар. Сонымен қатар ол жазушы баспасының жанын арнайтын жұлдыз журналының бас редакторы болды. Солай әдебиетке. Жақсы, рахмет. Олай болса келесі топ жазушы тобы. Жауап берейік. Кім? Руслан баста. Шерхан Мұртазаның қандай шығармалары Бағылған тегін егіз солдат баласы Мұхсимайдан Ахметжанның Жақсы. Алла. Және де сонымен қатар 41 жылға келіншек Гитлер заңы әңгімелері және қарама-жан кітабы бар. Және де 5 кітаптан тұратын тұрар рысқұловтың өмір жайлы Қызыл жебе, Аймен Айша және Елім саған айтамын елбасы сүйеді тыңда деген сияқты кітаптары жарық көрді. Рахмет, жақсы. Енді олай болса, үшінші топ, аудармашы тобы жауап берейік. Балауса бастайық. Шерхан Мұртаза қандай шығармаларды тәржімеледі? Шерхан Мұртаза қазақ тіліне Андерсенні, Венгр халық ертегілері, Шыңғыс Айтматовтың Боранды бекет, Қош бол гүлсары, Теңіз жағалай жүрген, Тарғыл төбеттен туындыларын қазақ тіліне аударған. Опан. Сонымен қатар Шерхан Мұртаза Мұстай Кәрімнің Бісмейдің қуанышы повесін, Елесін ерліктің Марифша балалары және де Лазар Лагерінің хаттары шыққан повесін тәржімелеген. Жақсы, тамаша. Әр топтың жауабы толық болды. Рахмет. Ал енді кері байланыс. Әркім бүгінгі сабақта өзінің алған білімін жетістік баспалдағы арқылы бағалаймыз. Бірінші, тапсырманы орындай алмадым. Оны мына сары түсті стикерге жазасыңдар. Екінші, аздап қиналдым. Оны мына сарғыш түсті стикерге жазамыз. Және тапсырманы орындай алдым. Оны мына күлгін түсті стикерге жазып, осы жерге орналастырамыз. Алып орындайық. Ал болғандарын балалар, тақтаға жетістік баспалдағына стикерлерді орналастырайық. Тиісті орынға. Балалар, үйге тапсырма. Бірінші, Шерхан Мұртазаның өмірі мен шығармашылығы туралы оқып келу. Екінші, Шерхан Мұртазаның өмірінің хронологиялық кестесін жасап келу. Сабақ аяқталды. Сау саламат болыңдар.